Aha. Siyip bittің. Енді құрғатасың енді. Көрдің ба? Көрдің ба сен тұрып сисең Омар? Тұрып сиетін болсаң. Мына жақтың бәрін бұлғайсың, көрдің ба? Мына жақтың бәріне шашырап жатыр. Мына жақтың бәріне шашырап жатыр. Енді көрдің ба? Мына тамшы майда шиді тамшылар, көрдің ба? Тұрып сисең осындай боласың, көрдің ба? Мына жақтың бәріне шашыраттың. Мына жақтың бәріне шашыраттың. Сенен кейін әпкелерің, қарындастарың келіп отырады ғой бұл жерде унитазға. Ана больницада жатқан кезде үстіме әбден сөртті үлкен кісілермен алысумен болдым. Әрқайсының артынан кіріп унитазын тазалап. Содан кейін үйге келіп сенен бастайын деп ойладым. Ол үлкен кісілерді емес, сені тәрбиелеп бастайыншы, осы дұрыс кішілерді түсіндіру керек. Сол үшін сигің келсе, кішілердікке шыққың келсе. Бүйтіп отырасың да, мына түсіресің да, отырып шығасың, түсіндің ба? Отырып, тұрып емес, отырып осылай. Отырып шығасың. Содан кейін таза болады. Көрдің бе сен зәрін қалай үстіңе шашырайды, мына жақтарыңа шашырайды, қарашы мен. Сен егер далада, сыртта мектепке барған кезде тұрып сиетін болсаң, мына жағың бәрі зәр болады, мына жағың бәрі зәр болады. Көрдің бе? Сия. Көрдің бе? Тұрып сиетін болсаң, мына үстің аяғың бәрі сыдық болады, көрдің бе? Мына аяғың бәрі зәр болады мына бәрі. Көрдің бе? Күніне сен 4 рет 5 рет далада ойнап жүріп үйсетін болсаң, сен болды, шалбарың, балағыңның бәрі зәр болады. Әдеткенде отырғанда сол үшін отыр, үйде отыр сиіңді. Бәріне шашады.